Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз. Балалар, тәңірге қараймыз суретке. Суретте кімдер бермейді екен? Мамандықтар жақсы. Кімдер екен? Дәрігер. Рамазан, отыр. Мұғалім, дұрыс. Дүкенші, немесе сатушы жақсы. Жүргізуші, немесе такси жақсы. Тәрбиеші апайымыз. Аспазшы. Инженер жақсы. Кәсіпкер. Суретші екен. Құрылысшы. Бала, кәні мұқият қарайықшы. Осы суретте бізде өскенде кім боламыз? Қандай мамандар айтып екен? Сұрақты кезіндегі жақсы дәрігер болады. Құрылысшы жақсы. Отырып айтады. Сатушы болады ғана жақсы. Рахмат деп айтып жүр. Құрылысшы болады. Жақсы, жарайсың бала. Жақсы. Талапты киеді. Адамдарды емдейді. Дәрігер. Жұмбақты қайталаушы. Қалапты киеді. Адамдарды емдейді. Дәрігер екен балалар. Тамақты пісіреді. Кім пісіреді? Балаларды тәрбиелейді. Кім тәрбиелейді балаларды? Дұрыс. Тәрбиеші екен. Ал балаларға кім білім береді? Дұрыс. Балаларға білім береді. Мұғалім екен. Жарайсың балалар. Ал екінші келіп Рамазан келеді. Рамазан, құрылысшының құралдары осы күні зауытқа жинайтын болады. Ал ертең ас дәрігердің құралдарын жинайтын болады. Дәрігер не керек? Құрылысшылар не керек? Рамазан жинайды. Дәрігерге қандай құрал керек? Ветеринар жинайды. Ал қазір Рамазан көрсете қойшы. Қандай құрал жинайды? Айта қойшы. Құрылысшының қандай құралын жинайды? Балға, дұрыс. Тахуызге. Тахуыз жақсы. Еркен аз қандай көрсетеді? Қандай құрал жинайды? Қандай мамандыққа жинайды сен? Еркен аз айта қойшы. Дәрігерге жақсы. Жақсы. Көз қана айтып екен, құрал. Жақсы. Термометр жақсы. Қалай өлшеп көрсетемін? Жақсы. Балалардың ішін өлшейтін құрал. Жақсы, рахмет. Құралын жинайды. Сатушыға не керек? Аймия. Аспазшыға не керек? Кәне жинайды ғой. Жарайсыңдар. Тез. Аспазшы, повар. Аспазшыға не керек? Аспазшы. Тамақ пісіреді. Кәні жарайсыңдар балалар. Рахман кәні дұрыс жинады ма? Осы құралдар сатыла ма балалар? Әрине сатылады дұрыс, иә. Ал кәні Аймия қалай дұрыс жинады екен? Аспазшыға бірақ укол керек емес, дұрыс. Жақсы, рахмет балалар. Балалар, кәні біздер өзімізге ұнаған бір маманды таңдап алып, соған сәйкес карточканы табамыз. Сәйкестендіреміз, кәні? Тез. Кәні. Бір мамандықты таңдаймыз. Соған сәйкес карточканы табамыз. Кәні балалар, еркен ас. Кәні, кімді таптың сен айта қойшы? Ұшақ. Ұшақты кім жүргізеді? Пилот. Жақсы. Ал Рамазан айта қойшы. Қандай мамандық таңдадың сен? Тіс. Мамандығы қандай? Тіс. Тіс дәрігері. Жақсы. Жақсы, зымыран және? Кәні айта қой. Нұрғат айта қойшы. Сен қандай мамандық таптың? Өрт сөндіруші және от екен, жақсы. Ал кәні айта қойшы сен. Рахман. Полиция және оның белгісі, жақсы. Аймир айта қой. Аймир айта қойшы. Қандай мамандық таңдадың сен? Аспазшы, оның және несі? Бас киімі, жақсы. Рахмет балалар. Өте керемет, өте дұрыс таңдадыңдар мамандықтарды. Сен қандай мамандық таңдадың? Дәрігер. Жақсы. Аймет дәрігер мамандығын таңдаған. Дұрыс балалар. Балаңызға рахмет. Дұрыс мамандар таңдаған екенсіңдер. Бізде көп деген мамандыққа айналыппыз, иә? Кәні, Рахман, ортаға шығып айта қойшы. Рахман, келе ғой. Өскенде қандай мамандық таңдайсың сен? Кім боласың, кәні? Жүргізуші.
жақсы жүргізушісі болады екен. Рамазан келіп өте ашық айтады ғой. Қандай маман боласың өскенде? Полиция болады, жақсы, жарайсың. Еркек ас келгенде қойшы. Дүкенші болады екен, жақсы, еркек ас өскенде. Керек ғой, Нұрғанат орта ашық айтады ғой. Қандай мамандық боласың? Қандай мамандық таңдадың сен? Айта қойшы. Өрт сөндіруші болады екен, иә, жақсы адамдарды құтқарады екен. Керек ғой, Айнек орта ашық айтады. Дәрігер болады екен, Айнек орта жақсы. Балалар, барлығымыз өсіп, сабағымызды жақсы оқып, мектепте жақсы осындай таңдаған мамандықтар боласыңдар. Ұйымдастырған іс-әрекетке барлығымыз жақсы қатыстыңдар. Қатысқандарыңа үлкен рахмет.